Қайырлы күн, қалайсыздар? Мен бүгін сіздерге мерекелік дастарханға қоятын тағамдардың жиынтығын жасап көрсетемін. Ол үшін бізге қажет заттар сиыр еті, сиырдың қабырғасы, картоп, жуа, жүгері, күріш және капуста. Мен капустамыздың ең бірінші осылай түбін алып, қайнап тұрған ыстық суға ортасына шанышқымызды қадап батырып қоямыз. Себебі қазір біз жұмыс істеу барысында осы икемді болу үшін капустамыз жұмсақ болу қажет. Сол үшін қайнап тұрған ыстық суға осылай салып, жан-жағын тегіс батырып, айналдырып қоясыздар. Мінекей. Енді капустамыз жұмсарғанша біз осының ішіне салатын салмаларды дайындайтын боламыз. Ол үшін етімізді турап, ет тартқыштан өткізуге дайындаймыз. Мінекей, етімізді турап, ет тартқыштан өткізіп жатырмын. Ет тартқыштан етімді өткізіп болғаннан кейін жуамды алып, ұсақтап, турап аламын, төрт-піштетіп. Бұл жерде жуаны ет тартқыштан өткізбеңіздер, өйткені су шығып кетеді да, жұмыс жасауға салмаларыңыз ыңғайсыз болып қалады. Сол үшін қолмен тураңыздар. Ол қазір салмамен қосып араластырған кезде жұмсарып тез икемге көніп кетеді. Осылай төрт-піштеп турап алыңыздар. Енді осы жуамызды етімізге, жаңағы тартып алған етімізге қосамыз. Одан кейін жуып дайындап тұрған күрішімізді қосамыз. Жалпы осы жаңағы біз голубцимызға да, тефтелимізге де осы бір салманы дайындаймыз. Және менің етім тұздалған болғандықтан бір жерде бұрыш қосып жатырмын. Мінекей, бұрышын қосып, жақсылап араластырып аламыз. Әбден араластырып алыңыздар. Міне, салмамыз да дайын болды. Енді голубцимыз жасаймыз. Осылай жұмсарып тұрған капустамызды алып, ортасына етімізді қойып, екі жағын бөгіп, орап шығамыз. Мінекей, осындай ретпен өздеріңіз қалауынша қанша жасағыларыңыз келеді, сол бойынша жасайсыздар. Мен бұл жерде голубциді көп жасамаймын, себебі мен балаларым піскен капустаны өте ұната бермейді. Қатты жерлерін осылай алып тастаңыздар. Мен енді шағын капуста болғандықтан осылай екіге бөлдім. Осылай ары қарай жасап кете берсіздер. Енді бір-екеуін ғана жасап көрсетіп жатырмын. Осы ретпен жасай бересіздер. Мінекей. Енді жаңағы қалған голубциміз істеп алғаннан кейін қалған фаршымызға осындай екі жұмыртқаны қосып жіберіңіздер. Өйткені жаңағы тефтели жасаған кезде тефтели жақсы бірігеді, әрі жұмыс жасаған кезде қолға жабыспау үшін екі жұмыртқаны қосып араластырып аламыз.
Міне, салмамыз дайын болды. Енді осыны дөңгелектеп шығамыз. Осылай дөңгелектеп аласыздар. Одан кейін қызып тұрған майымызға жаңағы сиырдың екі қабырғасын осылай салып, екі жағын кезек-кезек аударып, қуырып аламыз. Мінекей. Одан кейін сол майға жаңағы жасап қойған тефтейлерімізді қуырып аламыз, екі жағын қызартып. Және сол майымызды осылай қазанға сүзіп, сүзекімен құйып аламыз. Одан кейін жуамызды саламыз. Жуанып жерде қатты қуырудың өте қажеті жоқ, жұмсартып. Сәл қуырылғаннан кейін сәбізімізді саламыз. Бұл жерде енді егер үйлеріңізде болса, тәтті бұрышты да қосуларыңызға болады. Енді өздеріңіздің қалауыңыз бойынша жасай бересіздер. Тәтті бұрыш болмағандықтан мен осы сәбізбен жуаны қуырып, бір қасық томат пастасын салып қуырып қоясыздар. Мінекей. Одан кейін картоптарымызды салып, осы картопты шамалы майға қуырып жібереміз. Мінекей. Картопымызды қуырылып болды. Енді дәмдеуіштерімізді, тұзымызды, бұрышымызды, өздеріңіздің татымына қарай паприкамызды соларды қосып саламыз да, одан кейін қайнап тұрған жарты литр ыстық су құямыз. Мына менің ыдысым өзі көлемі жарты литр, соны құйдым міне. Енді осы судың қайнағанын күтеміз. Су қайнағаннан кейін жаңағы қуырып алған заттарымызды барлығын осылай резетмен саламыз да 2,5 сағатқа қойып пісіреміз. Мінекей, тамағымыз да пісті. Барлығын осылай әдемілеп салып аламыз. Міне, иісі деген керемет аңқып тұр. Енді менің бұл жерде жасаған ішіндегі осы заттарды ең көп жасағаным тефтели. Себебі балаларым сүйіп жейді бұл тамақты. Мінекей, голубцы. Қонақ келгенде, кез келген қонақ келгенде ұялмай алдына қоятын тағам. Мінекей. Қабырғамыз жұп-жұмсақ. Бұл баяу отта қайнағаннан кейін әдемі болып піседі. Басында 5 минуттай қатты отқа қоясыздар да, одан кейін қалған уақытта 2,5 сағатқа толтырып, өте баяу отқа қойып қоясыздар. Міне. Картопымды салып жатырмын. Кез келген қонаққа дайындауларыңызға болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздердің жанұяларыңызға ұнайды деп ойлаймын. Және осылай сорпасын үстінен құйып аламыз да, ортасында кесе тұр ғой. Осы тұрған кесеге сол тұздығын құйып қоямыз. Тұздығына батырып жеуге де болады, оның үстінен құйып отырып жеуге де болады. Міне осылай дастарханға беретін кезде үстінен подливын құйсаңыздар, түрі әдемі болып тұрады. Мінекей, тағамымыз дайын, ас болсын.